Жаймашуақ жаз мезгілі көпшіліктің көңілін жайландырып, жулыққа бөлейтін мезгіл. Алайда ол әрқашан ойлағанымыздай жайлылық сыйлай бермеуі мүмкін. Түрлі жарақаттар мен аурулар мазаңызды алып көптен күткен мезгілдің шырқын бұзбасын десеңіз, біз ұсынылған видеоны соңына дейін қарап, каналымызға тіркеліп кетіңіз. Адамдар ауа температурасының күрт көтеріліп ыстық өтуінен, ағзаның құрғауынан және шамадан тыс қыздырудан зардап шегіп жатады. Күн көзінде көбірек жүріп қалған адам үшін ең қауіптісі ыстық өту. Ол әсіресе кішкентай балалар мен егде жастағыларды өз құрығына түсіреді. Ыстық өткен адамда жүрек-қан тамыр аурулары кездесетін болса, жүрек соғысы тоқтап қалу ғажап емес. Сол үшін барынша бұл аталған қауіп-қатерден сақтанған абзал. Ыстық өтудің басты белгілері мыналар: терінің қызаруы, дене температурасының көтерілуі, бұлшық еттің ауруы, жүрек соғысының жиілеуі, көңілдің айналуы, лоқсу, ісіну. Осы секілді аурулар кездесуі мүмкін. Күн көзінде көбірек жүріп қалған адам үшін ең қауіптісі ыстық өту. Ол әсіресе кішкентай балалар мен егде жастағыларды өз құрығына түсіреді. Ыстық өткен адамда жүрек-қан тамыр аурулары кездесетін болса, жүрек соғысы тоқтап қалуы ғажап емес. Сол үшін барынша аталған қауіптерден сақталған абзал. Ыстық өтудің басты белгілері мыналар: терінің қызаруы, дене температурасының көтерілуі, бұлшық еттің ауруы, жүрек соғысының жиілеуі, жүректің айнуы, лоқсу, ісіну. Осы секілді симптомдарды байқаған болсаңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Ыстық күнде көбірек су ішіп, далада 2-ден 4-ке дейін аралығында көп жүрмеу керек. Егер бірнеше сағат сыртта жүруге тура келсе, міндетті түрде түрлі түсті бас киім киіп алған дұрыс. Күн ыстық болған сайын адамдар суға түсуді құмартатыны белгілі. Өкінішке қарай бұл демалыстың арты көптеген жарақаттармен аяқталып жатады. Суға секіру, қайық пен мотоциклдердің үстіндегі оқыс жағдайлар мен адам денсаулығына аса қауіп төндіруі мүмкін. Тіпті кейде қараусыз қалған балалар суға кетіп, қайғылы оқиғалардың да саны күрт өседі. Жыл басынан бері елімізде 76 адам суға кеткен. Бұл шомылу маусымы басталмай тұрғандағы көрсеткіш. Су тереңдігін есепке алмау, астында қандай заттың жатқанын білмеу, адамдардың түрлі жарақат алуына себепкер болады. Әртүрлі деңгейдегі ашық кесік жарақаттардан бастап, мойын омыртқаларына дейін сынып жатады. Айтпақшы, балалардың суға кету оқиғасы ересектер көп жүретін жерлерде жиі кездеседі. Егер суда демалуды жоспарласаңыз, балаларыңызға қарап отыратын нақты бір кісіні белгілеп алған жөн. Болмаса жарты сағат сайын күзетшіні алмастырып тұруға болады. Бастысы балалардың қауіпсіздігін, демалуын қамтамасыз ету. Көздің жауын алар жасыл желектер бір жандардың аллергиясын қоздырып, мазасын алса, кейбір адам денсаулығына аса зиян тигізіп жатады. Жазда түрлі жәндіктердің шағуынан зардап шегетіндердің де саны біршама. Егер жәндіктің тұзағына түссеңіз, сол орында бақылауда ұстаңыз. Ісік пайда болып, ұзақ уақыт кетпей тұрып алса, дәрігер алдына барғаныңыз жөн. Серуендеп келген соң барлық киімдеріңіз бен денеңізді толық қарап шығыңыз. Егер кене жабысқанын байқасаңыз, бірден жуып тастап, асығыстық танытудың қажеті жоқ. Жайлап алып, мүмкіндігінше зертханаға беруге сақтап қойыңыз. Ауруханаға барып міндетті түрде қан анализін тапсыру керек. Ол ілгерде атап кеткен аурулардан бөлек эрлихиоз, анаплазмоз секілді дерттің бар жоғын анықтауға көмектеседі. Жаз мезгілінде ауруханалар мен жарақат бөлімдерінде далада от жағушылар мен шашлық пісірушілер көп келіп түседі. Сол сияқты үй пышағынан жарақат алғандарды да жиі ұшырастыруға болады. Табиғат аясында демалуға шығатындардың көбі үйде ас дайындап жүрмегендер болса керек. Сақтықта қорлық жоқ. Жылдам өте шығар мезгілде жайсыздықтан аулақ болып, жоспардағыдай өткізу әркімнің өз қолында. Егер осы видео ұнаса, арнамызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де келесі видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнамызға жазылып тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Әлем арнасы.